Мен енді қайта сұңқылдап шабалақ сұрайтын асаба емесін, келін келатқанда өздеріңіз бір құрмет көрсетерсіздер, Енді сыйлаған артық болмас, өзімізді өзіміз сыйламасақ біреуміз сыйламайды. Сондықтан Райкүл анамызға деген құрмет досын келінді ортаға қарсы алып, қошеметімізді аямай қағайды. Келін, ақ келін, алтын ұлғыздап келін, босағаның аттаған шамшырағын жақ келін, қол ұстасқан жарыңның басына болбақ келін. Қошемет! Өмір нұрға боялды, махаббаттар оянды, болсыншы деп тілейміз, бақыттарың баянды, тек жақсылық сыйлайық, ата-анаға аяулы. Осқарлыға шуяда, қанаттарын қақтады. Не, екі жеңгес келін лақтырып кеттіңдер мені? Ямақан қосып қойық. Жеңгелер тұрмай ма? Бұндай жоқ па? Осындай заңды қаяқтан шығарып боласыңдар, қазақтың салты бөлек. Ямақан қоса бер, ал мақұл, маған бәрі. Аша берейік. Қатты айқай-шу болып көттесін енді, тыныштық керек. Рахмет, басылып отыра берейік. Өстіп қазақтың салтын бұзасыңдар ғой қыздар-ау. Сақтайық кішкене. Сәл шығаршы Ямақан. Аға, соны алдыға қарай қойып алайық. Алдыға қоя берейік, аға, алдыға қойып алайық. Оқтау сұрасамға баши жыла жібересіздер ғой кезі. Бысмылла деп бастайын, бет ашардан қашпайын, жаңа түскен келіннің бетін ашағалайын, әнге бөлеп ауылды, қуантайын қауымды, таныстырып өтейін, құда жек жат бауырды, құдалармен жек жаттармен бауырды, ұрайын деп жатқан қошеметке рахмет. Келін келді көріңіз, көрімдігін беріңіз, келін түсіп ауылға мәз боп отыр еліміз. Той белгісі ас болар, тау белгісі тас болар, айналайын ақ келін, бет ашарың басталар, армандағын қуанышың басталар. Осы тұрған қалайыққа бір сәлем, бір емес айкен жанай мың сәлем деп. Айналайын ақ келін, армандаған жақсылығың басталуда. Негізі қазақта сөз көп, өлі риза болмаса тіріпенде пайымас, өткенде еске алмасақ өміріме жайнамас. Үлкен кіші қалайық оларды еске алайық, елжіреген еліңнің әруағына бір сәлем дегені бір ет. Айналайын келін, осы өлетті басқарған небір мықтылар болды, бабалар болды, даналар болды, аталар, апалар болды. Бір аунап түсіп отқан шығар, есімдерін атап тағзым ететін болсақ, дәмей есімді үлкен атамыз болды, тамаша есімді апамыз болды, Жазықбай атамыз болды, Пернегүл апамыз болды, Әскербек атамыз болды, Әкбархан есімді атамыз болды, Расқан апамыз болды, Жамаладдин есімді үлкен аталарымыз болды. Есімдер аталған кісілер бар, аталмаған кісілер бар. Жалпы өмірден өткен ата бабаларға, әруақтарға иіліп тағзым етіп қойық. Әруаққа сыйыну жоқ, сыйлау бар. Еске алған артық болмас, мәңгілік ішім жоқ. О кісілерді біздей болған, бізде солардай болармыз. Со кісілердің көрмеген қызықшылығын Алла тағала осы ұрпағына көрсетіп, алайым әулетте той болып, осы той қазақ еліне жұғысты бола берсін ағайындар. Келіндеріңіз құтты болсын. Ал енді бет ашарды бастаймыз енді. Жаным келді деп балапаным үйіме, екеу болды енді деп
сәлем, бір емес ай келін ай мың сәлем деп, менен кезекті әулеттің дәулеттеріне бұрайын. Осы тойды қанша күтті, аңсады, армандады, көпті көрген міне жас үлкендер, жол үлкендер, құдалар қауымы бар. Әрқайсысы бір төбе ғой. Осында міне Құрман есімді, Орман есімді аталарымыз бастаған Бибігүл құдағиымыз бар, Жаңа Бике құдағиымыз бар. Әрине Сәуле апамыз бар. Арнайы жол үлкендер мен жас үлкендерге тағы да бір сәлем болсын кәнекей. Ал үлкендер, құдалар, орта сіздер үшін баршылықты ортадан көрейік. Шабала құрайықты, өлетін болдық. Арта берсін бағасы, құндыз екен жағасы, жиенімел болдыреп, қуануын қарашы, қолында бар көрімдік, жетерліктей бағасы, ол кім екен дейсіздер, ол әрінен нағашы. Келін жанай сәлемет, сәлеміңді нағашыларға тағы да бір әдемет. Нағашыларға сәлемет, сәлеміңді келін жанай көпшіліктің алдында әдемет деп, мына енді кезекті нағашыларға бұрайын. Осында міне парын салып қуанып атқан абыройлы мәртебелі нар тұлғалы нағашыларымыз бар. Қадыржан Базаргүл есімді, Аққасен Сағира есімді Нұржамал апамыз бар. Ғазиз Айгүл, Бақыт Жамбыл, Жомарт Тамара, Ғани Жазира, Хасен Әсем, Қуаныш Тания, Есен Жұлдыз, Ермахан Гүлбану, және Таңсық апа, Орман Науат, Байболат Мәдина, Жамбыл Гүлбану, Асқар Жеңіскүл, Серік Перизат, Ербол Гүлдана, Ерғазы Гүлмира, Қуаныш Самал, Марат Нәзира, және Қанат Гүлмира, Ақжол Нәсен, Нұрлан Мөлдір, Абзал Елмира, Амантай Қарагөз, Жасылан Салтанат, Ерлан Мұхтардай нағашылар бар екен. Аллаға шүкір, нағашылар баршылық екен. Той құтты болып, сіздерге де жұғысты бола берсін отбасыларыңызға. Ал баршылықты ортадан көрейік. Осы кісі авторитет енеңіз, енеңізді жаман кісі демеңіз. 21 жыл келіндердің өзіңдей, шын ниеттен бетін ашып келеміз. Сіз де сол келіндердей болар демей, осы отырған халық болып сенеміз. Болсағаны аттадың келін бөбей, енді біздер ақбатаны береміз. Енесі қайда екен келіңіз, бізге арнаған көріндікті беріңіз. Беріңіз, аямаңыз беріңіз, жүзге деген таусылмасын демеңіз деп. Туған екінші анаң жан падрушкаң, барыңды асырат, жаманыңды жасырат. Тілегің, тірегің, ниетің, жүрегің, Райкүл еніңе арнайы бір сәлем кәнекей. Райкүл анамызға. Келініңіз құтты болсын Ақбе, жағынан сүйіндірсін. Алла тағала жақсылығыңызды қуантып бере берсін, отбасыңызға бере берсін. Мен тек қана сіздермен мақтанам, мақтайым, расы ғой. Міне осы балаңызға Жақсыбекке берген тәрбиеңіздің нәтижесін ел жұрт көріп отыр, куә. Міне барша қазақ еліне қуаныш сыйлап отыр ұлыңыз. Келін әкеп, бәрімізді қуантышқа кенелтіп отыр расында. Тек қана жақсылық болсын шаңырағыңызда. Райкүл енеңе тағы бір сәлем кәнекей.
басынан кем көрмей бағыпқа қарап келер, көрімдікке келінге алтын тағадап келер. Көптір қызбай әпкені алып кетер жезделер, қалтасына базарлық салып келген жезделер. Жезде деген халық бар, көңілі болса шалықтар, қолыңнан келсе жездеңнің құлағын кесіп алып қал. Жезделерге ергенбіз, жезделерге сенгенбіз, жезделер аман болсын деп бір әкпеден бергенбіз, жиендер пайда болсын деп бір әкпеден бергенбіз деп. Енді кезекті әкпе жезделер бастаған, енді уақытты қыз болғандықтан жалпы ағайындарға бұрайық. Ағайынға деген құрмет шексіз. Ағайыннан асып та бара алмайсың, ағайыннан жақында таба алмайсың. Ұрысып қал, көшіп кет, бәрібір ағайын керек. Оң қолыңмен сол қолыңды шаба алмайсың деп қазақ атам бекер айтпаған. Осында барын салып келіп отқан бауырлар қауымы бар, әкпе жезділері бар, аға жеңгелері бар. Енді нағашылар жақтан міне Гүлмира есімді кісілері бар, Гүлфайрыз әпкеміз бар. Арнайы бір сәлем болсын осы кісілерге. Міне нағашы әкпе жезділер, нағашы әкпелер бұл кісілердің бәрі. Бауырлар қауымынан осында міне анамыздың бауырлары, шатаспасам, Раушан есімді Күлай, Берікбол, Гүлнар, Нұрбол, Руслан, Жанар, Бағлан, Меруерт есімді кісілер бар. Әрине тағы да міне әкпе жезділер қауымынан Бескемпір Тұрсын есімді Бұлбұлхан әпкеміз бар, және Бетімхан әпкеміз бар, Бәтімхан есімді әпкеміз бар, және Құралай, Дархан, Күлайша, Айгүл, Гаухар, Жанайдар, Еркін, Жәмила, Әмина, Ғазиз есімді кісілер бар. Арнайы бір сәлем болсын шкенекей. Әкпе жезділер бауырлар қауымына барлығына бір сәлем кәнекей. Айтқанына көнеміз, қуаныш пен қайғыны бөлісетін бөленмес. Қазақта бар бөлелер, жақсы атаққа бөленер. Жақсы болса бөлемес, ақылыңды бере бер, бере бер. Бөлелерге тағы да бір сәлем деп, осында бөлем үшін деп келіп отқан бөлелер бар. Ералы, Бану бастаған Бегалы, Гүлнара, Тимур, Балжан, Жолдас, Ұлжан, Ильяс, Айжан, Нұржан, Қарқара, Аян, Рауан есімді өзі әппақ мақтадан ашы су ішіп таттыған жиен деген елде бар. Нағашыдан аспаған осында міне ақмақтадай жиендер Нұрбек, Сымбат, Әлихан бастаған Алтынай, Жасмин, және Бақытжан, Гүлнұр, Бауыржан, Айнұр, Бақтыбек, Гүлзира есімді кісілер бастаған арнайы тілектес, ниеттестер қауымына тағы да бір сәлем кәнекей. Міне аға, іні, қарындастар қауымы бар. Жас буынды ағайындар деп білеміз бұл кісілерді. Міне Орынбасар есімді Сұлтан, Аяна, Әбдірахман, Әлинұр, Арнұр, Омар, Ернұр, Осман, Әдия, Даяна, Марат, Аяулым, Сағи бастап келіп отқан жаны жайсаң жақсылардың барлығына жанашырларға бір сәлем кәнекей. Жасына да кәрге бір сәлемді сала қой, достардың бәріне. Бернанды олар бөліскен, ақыл ойы келіскен,
достарға шын рахмет, келіп қуанышты бөліскен достарға, сыныптастарға тағы да бір сәлем деп, осында міне дос бола білген, сыныптас бола білген, тілектес, ниеттес бауыржанға бір сәлем. Ырысберген бастаған топ, міне Зәуірбек Мұхтарұлы бастаған топ бар, әріптестер қауымынан Абзал Балжан бастаған топ бар. Жалпы Жақсыбек деп келіп отқан жаны жайсаң жақсылардың барлығына тағы да бір сәлем кәнекей. Енді келіннен тағы бір сәлемді сұрағым келеді. Келіп отқан сіздерге рахмет. Енді келетін кісілер бар, келе алмайтын болып, сәлемін айтып, құтты болсын. Арна жіберген кісілер бар, аталды ғой жаңа. Барлығына бір сәлем. Есімдері аталған кісілер, аталмаған кісілер өкпөрейінші болмасын. Енді келіннің бетін ашуға мен анамызды шақырайын. Осы қуанышты, жақсылықты көптен күтті. Қанша аңсады, армандады. Райкүл әпке келіңіз ортаға. Аға келіңіз. Ұқсайды ғой. Қоя тұрыңыз, асықпаңыз. Құтты болсын, оңынан болсын. Жеңгелері жоқ па, кім алып кетеді? Қата осы үйірге шақырайықты, осы үйірге. Екі абысыны бар ма, келіндер бар ма осы әулеттің? Құтты болсын әкпе. Сіздің арман, сіздің той, өзіңіз секілді өніп өссе, одан асқан береке бар ма арасында. Той құтты болсын. Ал, бисмилля, келін құтты болсын. Ағайын, құрмет, қошемет өздеріңізден болсын. Міне, келіннің бет ашылуда. Төзу ошып төтін самға парман құсын қызыр келіп қонсын. Ақ отауың биік өрге тасын жиып шаңырағың биік болсын. Төзу ошып төтін самға парман құсын қызыр келіп қонсын. Рахмет, мың алғысты рахмет. Қазір батасын той ашқан кезде бір атыла бере жатыр. Рахмет, жастарды дайындай берейік. Райкүл әпке, үйірде енді бұл бет ашар болғаннан кейін, қысыл таямай той алды болғаннан кейін асығыста болады ғой, білесіз ғой. Мына халықтың келінге арнаған көріндігі, оны сыныптастарыңызды байқап тұрмын, енді кәдір списокта реттейсіздер тойға, главный тосқа айтеру аталса, оның өзі бір құрмет. Көке, құтты болсын той. Болды, братан, болды. Келін сәлем сақ қойды бағана. Мынау жақсылықтың жамауы болсын, балдарыңыз бақытты болсын. Сіздерге де рахмет ағайын. Осы той сіздердің де отбасыларыңызға жұғысты болсын. Бақытты ғұмыр кешсін ұл қыздарыңыз сіздердің де. Ал енді құдалар кеп жатса, дайындалайық. Санаулы уақытта той басталады.